Баршаңызға сәлем. Бүгін мен осындай чебуреки әзірледім. Ол үшін бізге аз ғана сүт қажет болады. Мен түйенің сүтін қолдандым. Түйенің сүті өте қою болып келеді. Және бір жұмыртқа қосатын боламыз. Одан кейін татымына қарай тұз салып, тұзымыз ерігенше кішкене араластырамыз. Одан соң жаңағы ертіп алған 100 граммдай сары майымызды қосып және араластырамыз. Сосын 1-2 ас қасықтай майонез қосып жібердім. Яғни біздің қамырымыз өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Майонезді қосқаннан кейін де тағы да араластырып, кішкене шекер қосатын боламыз. Шекерімізді де ерігенше араластырамыз жақсылап. Араластырып болғаннан кейін оның үстіне кішкене аштығымызды қосамыз, яғни қамырымызды аштатын боламыз. Енді үстіне ұнымызды салып, аз-аздан салып, әдемілеп жаңа қамыр илейтін боламыз. Мінекей менің қамырым өте қолға қатты жабыса бермейді. Осылай іртіктерін жаза отырып, жақсылап қамырды илеп қоятын боламыз. Мінекей бірнеше қайтара илеп, яғни көтерілгенге дейін 1-2 рет қайтарсақ, қамырымыз өте әдемі болатын болады. Жылы жерге көтерілгенше бастырып қоятын боламыз. Біздің қамырымыз көтерілгенге дейін ішіндегі салмасын әзірлейтін боламыз. Ол үшін 1 дана пиязды осылай майдалап турап қосатын боламыз. Яғни бізде отбасымызбен бұның ішіне чебурекиге осылай піскен етті қосқанды өте жақсы көреді. Піскен етті майдалап турап, оның үстіне жаңағы пюремізді осылай жақсылап езіп, картобымыздан пюре жасап, салмасына барлығын қосып араластырып дайындайтын боламыз. Яғни піскен етіміз, пиязымыз және пюремізді жақсылап араластырамыз. Міне осылай араластырып, жақсылап дайындап, салқын жерге қойып қоямыз. Енді мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Енді көтерілген қамырымызды осылай 2 бөлікке бөліп, жақсылап бірінші бөлігін жайып алатын боламыз. Яғни қамырымыз тым қалың болмау керек, арасы шикі болып қалмас үшін. Осылай әдемілеп қамырымыз мінекей жайылған кезде өздеріңіз көріп отырғандай, ешқандай қамырымыз оқтауға да жабыспайды, біздің жаңағы дастарханымызға да жабысып тұрған жоқ. Мінекей осылайша әдемілеп жұқалау етіп жаятын боламыз. Мінекей ұнның да көмегі қажет емес, қарап отырсаңыздар. Міне әдемі болып жайылып жатыр. Міне біздің қамырым жайылып бітті. Енді осылай дөңгелекшелер жасап алатын боламыз. Мінекей барлық қамырымызды осылай дөңгелекше етіп алғаннан кейін, міне жұқалығын өздеріңіз көріп тұрсыздар. Енді арасына салмасын салып, жаңағы чебурекиді әзірлейтін боламыз. Мінекей шет-шетін басып, барлығын жасап алғаннан кейін шанышқының көмегімен шет-шетін басып шығамыз. Мінекей мен майымды қыздырып қойдым. Жаңағы дайындап алған чебурекилерімізді 2 шетін кезек-кезек қайтара отырып пісіріп алатын боламыз. Мінекей чебуреки әзір болды. Дәмі өте керемет, өте жұмсақ қамыры және арасы ешқандай да шикі болмайды. Достар, жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.